Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз керемет тұшпараға арналған қамыр дайындайтын боламыз. Суды езілмейді, жыртылмайды, керемет болып шығады. Ол үшін бізге кез келген осындай бокал немесе стакан болсын, осындайдың 4 бокалын жана ұнды, иленген ұнды салып аламыз ыдысымызға. Мен осы бокалмен суретке дейін өлшеп алдым, 4 бокал. Енді осы бокалға ыстық қайнап тұрған суды толтырмай құямын. Міне суретке дейін шамалы ғана қалды, және сұйық майды суреттен сәл асыра құйып, жаңағы тұзды оңға сеуіп, осылай араластырып жібереміз шамалы. Және май қосылған суымызды шамалы араластырып аламыз. Ыдыстағы ұнның ортасын ашып, жаңағы құйған ыстық суымызды құйып аламыз, және бөлек ыдыста 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Қасықпен араластырсаңыздар болады, өйткені суымыз әлі өте ыстық, қамырды сол себептен ыстық болып тұрады. Жұмыртқаны қосып, шамалы қасықпен араластырып аламыз. Оны кішкене біріккенше, содан кейін қолмен нанды, қамырды елесеңіздер болады. Ұнымыз жақсы біріккен соң, қамырды үстелдің үстіне алып, осылай 5-10 минут қолмен езсеңіздер болады. Сонда жақсы қанады. Және шамалы уақыттан кейін пакетке орап 15-20 минутқа дейін демалдыртамыз. Оған дейін біз тұшпараның салмасын дайындай бастаймыз. Тұшпараға салма дайындаған кезде мен пиязды блендермен емес, осылай қолмен тураған маған ұнайды. Өте майда қылдырып турап аламын. Пиязды осылай майдалап алғаннан кейін үстінен шамалы басып, тағы да үстінен бір өтіп шығам пышақпен. Фаршымызға саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрышын немесе басқа дәмдеуіштер сепсеңіздер де болады. Кейбіреулер шөп қосады. Бірақ мен осы кезекте фаршқа су қостым. Мантыға да су қосып отырам. Барлығын жақсылап болса қолмен араластырып шығамын. Қамырымызды ескен кезде, жаңағы біздің пияздарымыз фаршпен араласып, жақсы жұмсарып, дайын болып тұрады. Міне біздің қамырымыз 15 минут демалып, жақсы қанып, дайын болып тұр. Мен 4-ке бөліп дайындап қойдым. Шамалы ұн сеуіп, біздің тұшпарамыздың қамырын есе бастаймыз. Егер сіздерде темір плунжер болса, сонымен істесеңіздер болады. Мен осылай балалардың бутылкасымен ойып шықтым қамырды. Барлық жұқалығын енді өздеріңіз байқайсыздар. Осылай кішігірім балаларға жеуге ыңғайлы болсын деп, осындай өлшемдегі бутылканы алдым. Жаңағы есілген қамырдың барлығын осылай ойып шықтым бутылкамен. Ортасына салмасын салып, әдемілеп түйіп, тұшпарамызды дайындай бастаймыз. Осылай шеңбер етіп ойып алған маған ұнайды. Барлық тұшпара бір келкі әдемі болып шығады. Міне біздің тұшпарамыз дайын болды. Өте әдемі болып көрінеді. Піскен кезде де барлығы бір келкі болады. 4 бұрышты етсеңіздер, осылай да түйуге болады. Өзі негізі көп түрлері бар. Бұл қамырмен тек тұшпара ғана емес, вареники, чебуреки де дайындауға болады. Өте ыңғайлы рецепт. Арнама тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.